Балауса ханым келет келмейтін оны өзінің парақшасынан сұрасаңыздар болады. Айта кететін жағдай, бағана айта кеттім ғой, біз сайысымызда өмірден ұтылмауға тырысамыз. Жақсы, жеңісті күндеріміз алда болсын әлі. Біздің жеңіс ол екеуміз бақытты болып, ата-анамызға қызмет етіп, бірге балалы шағалы болсақ, сол қазақ елінің, қырғыз елінің жеңісі сол деп ойлаймын. Гүлбайра, созылған қыз десем аябай сөйлеткенсің дейді. Жоқ, мен негізі созылған қыздардың қатарына кірбеймін. Негізі мен табиғатым, мен үйде үш ағамменен бізге өсіп қалғанмын. Мен ачық айырып сөйлей беремін. Сөйлей тұрған жерде негізі сөйлеймін. Егер өзіме тиешесі жоқ сөз болса, мен кейбіреулер болды ғой, қызығып, башқалардың темасына да қосылып сөйлегісі келеді. Менде ондай нәрсе жоқ. Если өзіме жағып тұрса, тура келсе сөйлеймін, болса аралашпаймын. Оу. Жоқ, тұрсына. Мен жоқ өтіп кеттім мұны. Дихан қызғаншақ қой дейді. Қызғаныштың барлығын Диханға берген, негізше. Қатты қызғанады. Мынандай қызды қалай қызғанбайсың? Кім сұрақ қойып жатса да соған жауап. Гүлбайра бардық жігіттерге ұнайды, еме Дихан балам Гүлбайраны аярла дейді. Диханға чоң пранк жасалады. Қандай пранк жасайын негізінде ше, сіздер дайрекке жазсаңыздар. Ертең Дихан таппай қалды. Жүрген іздеп. Бүгінгі эфирді YouTube арнасынан шыққан шығар. Сол жақтан көрсеңіздер болады, қосылайық. Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Біз бағана неге десеңіздер бағана айта кеткенбіз. Сені Гүлбайра жақсы танып тұр, вопростарға сонын ответ берді дейді. Гүлбайра ақылды қыз болып тұр ғой. Дихандың телефонын алып бейір тексеріп көрөті көп малыматтар көресің ғой дейді. Незе... Көрсетпе? Жоқ, қандай телефонды көрсетпе ғой, көрсетпе. Негізі мен Дихан телефон постоянно негізі мен жанымда жүреді, көбінше звонок келсе дағы, ешінде қат келсе да негізі көбінше менде жүреді. Вообще біз башынан танышқан кезден бастап біз телефон вообще бір жаштырған емеспіз. Тоқтай тұршы, қарабай тұршы деген разговор болған емес. Біз біріміздің телефонымызды қадимкідей қарайбыз. Диханға теңгеніме дейді. Гүлбайра көк шай ішіп отырсың ғой деді. Мен көк шайды негізі жақсы көремін. Көк шай деді ғой, короче, көк шай. Енді... Я сама в шоке ғой. Тамақ ішкен жердің бәрінен бар көк шай ішеміз ғой. Көк шай. Бұлай болады ғой, біз болса эфирден кейін ол алдында таныстық үстінде жүрген кезде біз қай жерге барсақ та міндетті түрде көк шай ішеді. Ол көк шай давление түсіре ме, көтере ме? Не ол? Негізі түсіреді. Я давлением түсіреді. Бірақ мен давлением жоқ, просто мен өзім үйде негізі мама менен пасан кішкентай кезімнен, мен кішкене кезімнен мен уже көк шай ішіп көніп қалған адаммын да. Раматылы бабушкаларым менен отырғанда ошолго мен өзі көніп қалған. Мен қара чай ішкім келбейді, көк чай ішем. Ошондай. Экөнөрден жашоого терең карайсыңар, акылдысыңар, жөнөкөйсүңөр дейт. Рахмат. Шерхандын ою бардай көрүнөт Гүлбайрага дейт. Тордай алга Дихан дейт. Дихан. Лучше с ним не стоит дейт. Экөөң баш кошуп дуэттерди ырдап чыгып алдыңдар дейт. Дихан просто сүйкүмүн кетирип алды да. Бишкектен чоң салам. Дихан эфир үчүн келди, сен пайдаланды дейт. Косулайык көрөмүз, энди баласа жок, көрмеймиз баласа жок дейт. Пранктын кереги жок, дуэттердагы чогуу жүрүп бири-бириңерден тажап кетпегиле дейт. Косулайык силер үчүн көрөм, мурун айда мен Нурдалет үчүн көргөм негатив.
Шерхан деп жатасыңар. Гүлбайра аны карабайт начар бала Шерхан дейт. Шерхан бул жака кошпой эле коюңуздар. Вообще ол башка да, мен башка адаммын достор. Мен тандаган адам, мен жанымда турат. Дихан не иштебейм дейді? Тен эфирде отырасыңдар деген. Мен иштебейм дейді? Дихан иштебейби? Дихан экөөң эфирде отурасыңарбы дейт. Дихандын сыртта өзүнүн жумушканасы бар, жумушу бар. Ошол ситуациясы талапка жооп берген үчүн эфирде менин жаныма келди. Негизи мени эфирде жалгыз калбасын деп менин жанымда жүргүсү келди. Потому что биз уже сүйлөшүп тутка чейин бардык, бири-бирибизди уже таанып билдик. Ошон үчүн уже ишеничтүү түрдө менин жаныма келип, уже менин жанымда жүргүсү келет. Дихандын өзүнүн бизнеси бар. Дуэт качан болот дейт. Ну, буйрса, дуэт чыгаруу тоже ойдо бар. Может, эфирде айтып каламыз деген сыяктуу. Дихан красавчик дейт. Дихан кооз сүйлөйт экен дейт. Дихан кооз сүйлөйт, жумушунда кооз кылат. Негизи эфирдин сыртын эфирге көрсөтүлбөгөн, мен телефонго көрсөтпөгөн. Сыртта негизи жашоодо, чыныгы жашоодо негизи Дихан көп нерсени, мисалы, мен үчүн жасап берет да. Аны мен Дихан менен аралашкан үчүн мен жакшы билем. Дихан ели ботекс баснысы. Ошко келесиңерби дейт. Буйрса бизде ооба ар бир нерсе өз убактысы менен акырындап келе жатат.